Юбканың сызықтарын бормен түсіріп алатын боламыз. Міне осылай сызықтарды мелмен түсіріп алдық. Қазір складка жасағанға керек болады. Енді складкілерді жасап үтіктеп алатын боламыз. Складка жасау үшін ең бірінші тұрған сызығымызды, екі сызығымызды екінші сызыққа алып келіп қосамыз. Осылайынан складка жасап. Инемен қыстырып алсаңыздар оңайырақ болады. Складкамызды қыстырып алдық біріншісі, екіншісі. Енді осы екінші сызықты, келесі сызықты алып, келесіне осылайынан складка жасаймыз. Тағы бір рет көрсетейін. Келесі сызықты алып, оны келесіне осылайынан жатқызамыз. Дәл осы әдіспен до конца келеміз. Барлығына ине қыстырып алдым. Міне осылайынан болады. Және де соңына келген кезде, соңғы сызығымызды қайырып жатқан кезде осы жерден тігіске 1 сантиметр қалдыруды ұмытпаймыз. Міне, мына жағынан 1 сантиметр қалдырдым тігіске. Енді үтіктейміз. Үтіктеп аламыз. Үтіктеп алардан алдын осы барлығын дұрыстап, реттеп, бір келіп етіп қойып алыңыздар. Біз екеуін де үтіктеп, барлығына жасап алдық. Беліне қондыратын боламыз. Беліне қондыру үшін мына үлкен жағына осы жоғарыға қаратып инемен қыстырып шығатын боламыз. Міне беліне қондырып алдым. 1 сантиметр қалдырып тігіп шығатын боламыз. Екіншісінде дәл солай жасайсыздар. Басында аяқ жағында закрепка беруді ұмытпаңыздар. Тігіп келдім. Беліне орнатып қондырған кездегі тігісімізді оверлоктап алатын боламыз. Міне оверлоктап алдым. Міне осындай әдемі тігіс болып шықты. Енді осының екінші бөлігіне оң жақ бетіне қаратып, солайынан бір-бірінің үстіне қоятын боламыз. Және осы бір жан бөлігіне 1 сантиметр қалдырып тұтас тігіп шығамыз. Екінші жан бөлігіне замок қондыратын боламыз. Замок қондыратын жерді осыншама төменге түсіріп қалдырамыз. Тікпейміз. Мына төменгі жағын тігетін боламыз. Жанына ине қыстырып алдым. Мына жанына да, мына жерден замоктың орнын қалдырамыз. Міне тігіп келдім. Енді оверлоктап алатын боламын. Оверлоктап келдім. Екі жан бөлігіне астыңғы бөлікті оверлоктадым. Және де замок қоятын жерді екеуін ашып тұрып, бөлек-бөлек оверлоктап алдым. Енді осының жан бөлігін тігіп аламыз. Мына жақтарына әзірге тиіспейміз. Бір жанын тігіп келдім. Астыңғы жағын ашып тұрып, оверлоктап алатын боламыз. Осылайынан ұзағынан оверлоктап аламыз. Ашып тұрып, астыңғы бөлігін оверлоктап алдық. Осы белімізді юбканың беліне қондыратын боламыз. Ол үшін мына тұтас жан бөлігі сол жаққа мына тігілген оң жақ бетіне қаратып, ішіне кіргіземіз. Міне осылайынан замок қондыратын жаққа дейін тұтасынан тігіс түсіреміз. Және де мына жағына осылайынан тігіс түсіретін боламыз. Белін айналдырып, тігіс түсіріп шығамыз. Міне біз юбканың ішкі белін қондырып алдық. Енді осы жерге замок орнататын боламыз. Осындай ішкі жағынан да осылай тігісі көрінбей сапалы болып тұрады. Замокты қондырамыз. Оң қаратамыз юбканы. Мына жарты белі қалып, мына жерден біз замокты инемен қыстырып аламыз. Оң жақ бетіне қараттық юбканы. Міне инемізді осылай қондырып алдық. Енді осыдан тігіп шығатын боламыз. Замоктың лапкасын қондырып алдым. Міне тігіп келдік. Енді осы жоғарғы бөлігіне замок жаққа қаратып, осы жерден шетінен тігіп шығатын боламыз осы жерге дейін. Екінші жағында дәл солай мына жаққа қаратып, осы жерге дейін тігіп шығамыз. Сосын оң қаратамыз. Сонымен дайын. Міне тігіп келдік. Енді осы жерден оң қарататын боламыз. Міне юбкамыз дайын. Оң қаратып алдық. Енді үтіктейтін боламыз. Астыңғы жағын оверлоктап алдық. Енді астына қайырып, қалаларыңызша 1-2 сантиметр қайырып тігіп алатын боламыз. Міне біздің юбкамыз дайын болды. Осындай әдемі юбка болып шықты. Астыңғы жағына мен паутинка жабыстырып, одан кейін барып тігіп шықтым.